Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кеттіңіз. Шымкентте мектеп оқушысы сабақ үстінде көз жұмды. Дене шынықтыру сабағында 8-ші сынып оқушысы есінен танып қалған. Шымкентте дене шынықтыру сабағында 13 жастағы жасөспірім көз жұмды деп хабарлайды Turkistan.kz, Tigrinews.kz сайтына сілтеме жасап. Қалалық білім басқармасының мәліметінше 11 қаңтарда номер 48-ші орта мектепте дене шынықтыру сабағында 8-ші сынып оқушысы есінен танып қалған. Мектеп медбикесі алғашқы медициналық көмек көрсетіп, жедел жәрдем шақырды. Келген жедел жәрдем бригадасы екінші рет арнайы жедел жәрдем шақырды. Алайда жедел медициналық жәрдем келгенше баланың жүрегі тоқтап, ол қайтыс болды. Қазір құзырлы органдар тексеру жүргізіп жатыр, деді Шымкент қалалық білім басқармасының баспасөз қызметі. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеолар ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып өтулеріңізді сұраймыз. Лайк басқан қолдарыңыз қабатолла қабырғасын ұстауды нәсіп етсін.